айтқан болатынмын. Мысалы, мен жалғыз тұрамын деген әңгіме неден басталды? Оның бәрі басында Майя отбасымызбен тұрмаймыз дегеннен болды. Мен мысал қылып келтірдім. Мысалы, мен жалғыз тұрамын. Мен Майяға айтқан жоқ, Майя сен маған ұнайсың деген аузымнан сөз шыққан жоқ. Майя менімен жүрейік. Мен Майяға сөз салған жоқпын. Әлі кеп жігіттер түйдей дүниеден бір түйедей дүниені шығарып жатыр да, мен ортаға қосып алған. Сендер үйтіп Нұржан, Жәнібек халықтың ойына бір басқалай. Егер сөзімді бөлме Нұржан. Сен қазір енді екеуіңде мысалы бір-біріңе қарасам, екеуіңе де қарасам бір неуверенный сияқтысыңдар да, шыны керек. Мен кешеден бері ары тыңдап жатырмын, бері тыңдап жатырмын, әлі менің атым аталып жатыр. Егер не уверен болсаңдар, бұндай қадам жасамаңдар. Егер жасадыңдар ма, кеше айтылды ма өш жерде? Сен Майяға ауыстың, сен Жәнібек кімге, Ақеркеге ауыстың ба? Дарда еркексіңдер, ойланып істеулерің керек еді. Бүгін келіп ойланып қаппыз, қызулықпен айтып қойыппыз, үйтіп қойыппыз, бүйтіп қойыппыз. Мен айттым ба сол әңгіме? Жоқ, тұра тұр қазір. Қандай гарантия, Майя болсын, кім Ақерке болсын, ертең бір айдан кейін екеуі біз қателесіп қаппыз, қайтадан ауысамыз қыздар дегенге. Жоқ, қара. Сол үшін ойланыңдар. Сен айтып жатсың, менің атым аталып жатыр деп жаңағындай. Негізі мен айтқан жоқпын, мен саған сөз салған жоқ, мен сені жақсы көремін. Негізі сөздің төркінін түсінетін адамдарымыз бәріміз барыз. Сен айтып отырсың, мен бөлек тұрам деп. Сенің бөлек тұратының не керегі бар бұған мысалы да? Сен сөйтіп жайлап қармақ тастап отырсың ғой барыз. Сен не керегі бар бұған сен бөлек тұратының? Сен қазір үш қайнаса сорпасы қосылмайтын адамсың бұмен. Андай өзіңді сүттен ақ судан таза қылып алып шығып жатсың да, мен бұған андай қылып айтқан жоқпын, мынандай қылып айтқан жоқпын деген сияқты қылып ше, сөз салған жоқпын деп. Бірақ сенің сөздеріңнің астары бар. Саусағың шошайтпа, мен саған айтайын. Сөздеріңнің астары бар, барышжан айналайын. Сөздеріңнің астары бар сенің. Олсахан. Итак, төртеуінің әңгімесі отыр, бұған еще плюс барысты қосып, зачем негізі? Төртеуінің әңгімесін шешіп алғанымыз дұрыс та, негізі. Барыстың әңгімесі сол кезде шешіліп қойды деп ойлаймын. Мен Жәнібекті түсініп тұрған жоқпын. Нұржан жарайды, ол алдында біз Ақеркемен ұрысып, сол кезде таныстығымыз тоқтап қойған деп сен айттың, нақты дұрыс па? Бірақ Жәнібек қазір, мен қазір де қызғанып отырмын, кеше де қызғандым, бүйттім, сөйттім деп, сонда Ақеркенің чувствосы не болды деген бір ой келіп тұр да. Сонда Ақеркені әшейін сен бүйтіп сөз сала салып, ол қыз да кішкене жарайды деп бір шанс бергені бар. Сен былайынан келген кезде екі қызбен ойнап отырсың ғой Жәнібек мына жерде. Мен білмеймін, ойлап едім, Жәнібек кәдімгідей ақ көңіл, ой деп бір күліп қалған жігіт па десем, қулығы кәдімгідей бар екен ғой негізі, қу түлкінің қулығы. Қалай бұл сонда, бұл айтып ала дегенде қазір келіп түнде екеуі сөйлескен, кездескен, содан кейін конечно Жәнібектің ойы өзгереді 100%-ға. Ана жақта Ақеркені вообще ойлап отқан Жәнібекті мен көріп тұрған жоқпын. Мысалы қазір Ақеркеге қалай неприятно болып отырған еді мысалы да. Білмеймін, мені вообще түсініксіз жағдай болып отыр. Ол нәрсе, онымен біз кеше Ақеркемен сөйлескен болатынбыз, бірақ біз кездеспедік Ақеркемен, бірақ телефонмен біраз бір 20 жарты сағаттай сөйлескен болатынбыз. Ол кезде Ақеркенің өзі айтты маған, Жәнібек, қазір екеуміз кездесетін болсақ, қазір халық та басқалар да дұрыс емес ойлайды деп. Сондықтан біз кездеспейміз деген кездеспедік. Одан кейін мен сізге Жәнібек, сөзіңізді бөлейінші, Ақеркемен не айтқандарыңыз жайында, не сөйлескендеріңіз жайында айтып бересіз?